Сәлем достар. Сәлем достар. Бүгін мен анаммен зерттеу жұмысын жасап көремін. Жақсы, Айша, бүгін біз зерттеу жұмысын жасап көрейік, я? Ол үшін бізге не қажет, айта қойшы? Бояу, стакан, су және белсендірілген көмір, я? Белсендірілген көмір. Ендеше зерттеуімізді бастайық. Ол үшін не істейміз, Айша, айта қой? стаканды алып, оған су қосамыз. Я қой. Жеткілікті, я? Жеткілікті, жақсы. Ары қарай. Енді оған бояу қосамыз. Жақсы. Стақанды қолына жақын ала қой. Жақсы түс шығарайық, қанық болып шығарайық, я? Жақсылап. Жарайсың. Тағы да қоса ғой, мынаны қанық түс шығарайық. Қанық әдемі түс шығарайық. Мынау қандай түс бізде? Роза. Қазақшасын айта ғой. Қызғыл, я? Қызғыл түс. Қоса қойып, қоса беріп, тағы да қанығырақ болсын. Көп қосамыз. Бұл тәжірибе үшін бізде мынау түс өте қанық түс болуы қажет. Сол үшін де тағы бірнеше мәрте қосайық. Мен саған кішкене көмек беріп жіберейін. Көп мөлшерде қажет етеді екен. Бояуды. Сол үшін бізге қажетті әдемі түс шығу үшін көбірек қосады екенбіз. Жақсы. Енді не байқадың, Айша? Стақанның түсі қандай түске енді ішіндегі су? Қызғылт түске енді, я? Достар, қараңдар, бізде мынадай қызғылт түс, әдемі түс шықты. Енді ары қарай тәжірибемізді жалғастырамыз. Енді бізге қажет, не қажет бізде? Белсендірілген көмір. Белсендірілген көмірді алып, не істейміз? Қосамыз, қоса ғой. Енді қолға қасықты алып араластыр. Араластырамыз, жақсылап. Белсендірілген көмір дегеніміз балалар құрамында көміртек болғандықтан оның түсі осындай қара болады. Жақсы, жеткілікті. Енді сәл ғана уақыт күтеміз. Сәл уақыт күтеміз. Осы жерде қазір біздің тәжірибеміз жүзеге асады. Біраз уақыт қажет болады. Енді қызым, біздің тәжірибеміз іске асты. Не байқадың бұл тәжірибеден? Қыз түс жойылып кетті. Қызыл түс жойылып кетті. Не себепті деп ойлайсың? Жақсы, мен саған себебін түсіндірейін. Себебі, достар, бұл жердегі біз қосқан белсендірілген көмір мына судың ішіндегі қызғылт түсті өзіне сіңіріп алды. Яғни белсендірілген көмір өзінің сондай қасиеті бар. Ол өзіне түсті сіңіріп алып, мына стақанның түбіне тұнды. Жақсы, осындай бір сиқырлы секілді тәжірибені жасап көрдік, я, Айша? Саған тәжірибе ұнады ма? Жақсы, ендеше біздің тәжірибеміз аяқталды, достар. Егер де тәжірибе ұнаса, үй жағдайында жасап көрулеріңізге болады. Және де осы тәжірибе ұнаса, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.